Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым. Бүгін 2006 жылы шыққан, дүние жүзі бойынша көптеген адамдардың өмірінің өзгерісіне себеп болған атақты австралиялық секрет немесе тайна атты фильмінің қысқаша мазмұнын айтқым келіп отыр сіздерге. Бірақ осы видеодан кейін сол киноның толық нұсқасын міндетті түрде көріп шығыңыз. Ол орыс тілде болса да. Ал енді бастайық. Сіз бақытты болғыңыз келеді ме? Миллионер немесе 100% сау адам болғыңыз келеді ме? Сіз нені қалайсыз? Және кім болғыңыз келеді? Неге кейбір адамдардың өмірі ғажайыптарға толы? Олар аурудан айығады, финансы жағынан да дамиды, көркейеді, барлық армандары орындалып жатады. Ал неге кедей адамдар одан ары кедейлене түседі, ал бай адамдар одан ары байиды? Ойланып көрдіңіз бе? Себебі олар осы құпияны, яғни тайна секретті жақсы біледі және өз өмірлерінде дұрыс пайдаланады. Ол қандай құпия? Ол қандай секрет? Бүгін сіздер де онымен таныс боласыздар. Бұл бізге берілген табиғат заңдарының бірі тартылыс заңы. Сіз мейлі оны білсеңіз де, білмесеңіз де, ол заңдылық бар. Индияда болсаңыз да, немесе Австралия, ақш-та тұрсаңыз да, Қазақстанда тұрсаңыз да, бұл заң бәріне бірдей әсер етеді. Және ол үнемі жұмыс жасайды. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Яғни, гравитация заңы сияқты, сіз керемет адам болсаңыз да, немесе нашар адам болсаңыз да, жоғарғы этаждан секірсеңіз, бәрібір құлайсыз. Осы планетада өмір сүріп жатқанымыздан осы заңдылықтар жұмыс істейді. Сондықтан тартылыс заңы қалай жұмыс істейді, соған тоқталайық. Мысалы, подобное притягивает подобное, яғни ұқсас заттар бір-бірін тартады дегенді естіген боларсыз. Бұл рас. Сол үшін ойымыздың күші таңғажайып екенін естен шығармайық. Яғни күнделікті сіз қандай ойларды көбірек ойлап жүресіз, соны өзіңізге тартасыз. Яғни бұл тартылыс заңы. Өміріңіз жақсы жаққа өзгеру үшін күнделікті басым болатын ойларға мән беріңіз. Себебі ойларымыз формаға айналады. Орысша айтқанда мысли обретают форму. Және әрбір ойдың өз жиілігі, вибрациясы болатынын ескерейік. Жақсы ойлардың жиілігі жоғары болады, ал негативті, жаман ойлардың жиілігі төмен болады. Бұны ғалымдар құрылғылармен кәдімгідей зерттеп дәлелдеп қойған. Интернеттен зерттеп қарасаңыз болады. Мысалы, сіз машина алғыңыз келсе, немесе керемет қарым-қатынасты қаласаңыз, соны ең алдымен миыңызда ойша елестетіп көріңіз. Сол кезде сіз ғаламға магниттік импульс жібересіз. Және соған ұқсас жағдайларды өзіңізге тарта бастайсыз. Тағы бір мысал, егер сіз бай болғыңыз келсе, өзіңізді уже бай адам ретінде сезініңіз. Сол сияқты өмір сүре бастаңыз. Бай адамдар қалай өмір сүреді, ойланып көрдіңіз бе? Мысалы, олар спортпен шұғылданады, таза үйде тұрады, әрдайым өздерін дамытып отырады, ұқыпты, таза жүреді, әдемі сөйлейді дегендей. Сонда сіздің вибрацияңызға байланысты керек адамдар, керек оқиғалар, заттар тартыла бастайды. Бұл қағида әрқашан осылай жұмыс істейді екен. Алайда көп адамдардың проблемасы, олар қаламайтын заттарды көп ойлайды, қаламайтын ситуацияларды көп ойлап уайымдайды. Және
неге ол заттар, ситуациялар өмірлерінде қайта келе беретінін түсінбейді. Тартылыс заңы, сіз жақсы қалайтын ойларды ойлап отырсыз ба? Немесе қаламайтын ситуациялар, проблемаларды ойлап отырсыз ба? Бұл заң оны айырмайды. Нені ойлайсыз? Мейлі жақсы ой болсын, жағымсыз ой болсын, солар тартыла береді. Егер сіз төленбеген квитанцияларға қарап, қарыздардың тізіміне қарап, жаман ойға батып, настроениеңіз түсіп, жүрегіңіз айнып отырса, онда сіз тура сондай сигналды ғаламға жіберіп жатырсыз. Және тартылыс заңы бойынша подобное притягивает подобное. Мұндай жағдайлар өміріңізде көбейе түседі. Енді бұл тартылыс заңымен таныс болғаннан кейін, мәссаған, енді әрбір ойымды реттеп отыруым керек пе? Шаршаймын ғой десеңіз, екі нәрсені біліңіз. Ғалымдар жақсы ойдың күші жаман негативті ойдың күшіне қарағанда 100 есе артық, 100 есе күштірек екенін дәлелдеп қойған. Бұл факт уже уайымда азайтады, келісесіз ғой. Ал екінші айта кететін жайт уақыт кідірісі деген бар. Егер әрбір ойымыз дәл қазір бір уақытта орындалып кетсе, онда бізде үлкен проблемалар болушы еді. Келісесіз, иә? Сондықтан ойларымыздың жемісін көруіміз үшін уақыт керек екен. Және бұл уақыт бізге ойымызды таңдауға мүмкіндік береді. Сіз дұрыс жолдасыз ба, бұрыс жолдасыз ба? Соны бізге көрсететін әрбір адамның бойындағы бар нәрсе, бұл біздің сезімдеріміз және эмоцияларымыз. Яғни біздің сезімдеріміз біздің не ойлап тұрғанымызды көрсетеді. Мысалы, махаббатқа толы ойларды ойлап тұрсыз ба? Немесе мұңға толы ойлар сізді мазалай ма? Жалпы, ойларымыз біздің эмоцияларымызды туындатады. Ал эмоциялар біздің нені өзімізге тартып жатқанымызды ұғындырады. Ойланып көріңіз, дәл қазір нені сезініп тұрсыз? Депрессияны ма? Ашу, мұң, кінә, немесе махаббат, бақыт, қуаныш, ризашылық, благодарность сезініп тұрсыз ба? Соған мән беріңіз. Яғни, сіз сондай ойларды ойлап тұрсыз. Одан кейін, осы ойлардан кейін, сіз бұл сезімдерді сезініп тұрсыз. Сіздің бүгінгі ойларыңыз бен сезімдеріңіз өз болашағыңызды құруға маңызды рөл атқарады. Жақсы күн бе, жаман күн бе, адамдар көбіне қандай сезімге толы болып жүреді, соған байланысты байлар одан ары бай береді, кедейлер өкінішке орай кедейлене береді. Мысалы, дәл қазір өзіңізді 100% сау адам ретінде сезініңіз. Өзіңізді керемет денеңізді сезініңіз. Айналадағы махаббатты сезініңіз. Тіпті дәл қазір ол жоқ болса да. Сонда сіздің айналаңыздағы әлем сіздің ішкі мелодияңызға сәйкес, ішкі жан дүниеңізге сәйкес өзгере бастайды. Сіз өзіңіздің ойларыңыз бен сезімдеріңіз арқылы өз болашағыңызды құрайсыз. Сондықтан жағымды эмоцияларды сезіну өте маңызды. Сізде көңіл күйіңіз керемет болып, өзіңізді жақсы сезінсеңіз, сондай эмоцияларға сәйкес, сондай вибрацияларға сәйкес адамдар мен ситуацияларды өзіңізге тарта бастайсыз. Біздің не нәрсеге көп назар аударамыз, сол нәрсе әрдайым ұлғая түседі. Бұны ұмытпаңыз. Ал егер дәл қазір көңіл күйіңіз болмаса, уайымдамаңыз. Терең дем алыңыз, терең дем шығарыңыз. Жақсы музыка қойып би билеңіз, немесе ән айтыңыз.
өзіңізге көмек беріңіз. Сіз өзіңізге жақсылық тілеп үйренсеңізші. Егер сіз реально өз ойларыңыз бен эмоцияларыңызды басқара алсаңыз, сіздің өміріңіз керемет жаққа өзгереді. Және айнала да соған сәйкес өзгере бастайды. Сондықтан өзіңіз саналы түрде өмір сүруге тырыса бастаңыз. Мысалы, қазір нақты бір арманыңыз болса, олар қалай тезірек орындалуы мүмкін? Сол процестерге көшейік. Біріншісі, сіз нақты не қалайсыз, соны сұрау керексіз. Көп адамдар өздері нақты нені қаламайтын білмейді екен. Бұл өкініштісі әрине. Сондықтан ойланып, толғанып, нені қалайсыз, соны нақты шешіп алыңыз. Одан кейін, мысалы, ручка мен қағазды алып, отырып, өз арманыңызды уже орындалғандай жаза бастаңыз. Мысалы, мен қазір өзімді өте бақытты сезініп отырмын және өте ризамын. Себебі ары қарай жазыңыз өзіңіз не қалайтыныңызды. Орысша айтқанда былай бастау керек. Я очень счастлива и благодарна за то, что, например, моя жизнь прекрасна, я счастлива деген сияқты ары қарай өзіңіз жаза беріңіз. Ең бастысы шүкіршілік сезімін қосып отырып жазу. Ал екінші қадам бұл сенім. Берік сенімсіз өкінішке орай ештеңе болмайды. Сондықтан сеніңіз. Сұраған қалауыңыз уже орындала бастағанына сеніңіз. Және сол сеніммен әрекет ете беріңіз. Биік жетістіктерге жеткен адамдар, олар нақты қалай сол жетістіктерге жететінін білмеді, бірақ точно успешный болатынына сенді. Сол сияқты сұраған арманыңыз қай жолмен нақты орындалатынына басыңызды қатырмаңыз. Наоборот, сеніңіз. Және соған байланысты спокойно, сеніммен әрекет ете бастаңыз. Ал үшінші қадам бұл сұраған результатты, нәтижені, яғни қабылдау. Мысалы, дәл қазір арманыңыз орындалса, қандай сезімде болар едіңіз? Барлық денеңізбен соны сезіп көріңіз. Және де арманыңызға жету жолында әрдайым жақсы эмоцияларға толы болыңыз, жақсы ойларға толы болыңыз. Сонда тартылыс заңы қалағаныңыз бойынша тезірек жұмыс істейді. Мысалы, машина алғыңыз келсе, автосалонға барып тест-драйв жасап көріңіз. Жаңа машинаның иісін сезініп, қолмен ұстап көріңіз. Немесе үй сатып алғыңыз келсе, сатылымдағы армандаған үйлерді сатып алушы ретінде аралап шығыңыз. Сол кезде бәлкім сізге арманыңыздың орындалуы үшін қажетті адамдар немесе ситуациялар көбейе бастайды. Немесе арманыңызға жетелейтін бұрын ойыңызға келмеген керемет идеялар келуі мүмкін. Сол кезде сіз кідірмеңіз, не сомневайтесь. Егер мүмкіндіктер шығып жатса, және сол мүмкіндіктеріңіз жақсы екеніне ішкі даусыңыз, интуицияңыз сенсе, онда қорықпай әрекет етіңіз. Сізден сұралатыны берік сеніммен әрекетіңіз. Егер тартылыс заңын тексергіңіз келсе, онда таңертең немесе дәл қазір хош иісті кофені көз алдыңызға елестетіңіз. Оның иісін сезіп елестетіңіз. Және байқаңыз, күні бойында сізге біреу кофе сыйлай ма, немесе сіз кофелерді жиі көре бастайсыз ба? Немесе көп көрмеген танысыңызды, немесе досыңызды есіңізге түсіріңіз. Және сол туралы ойланып, көзге елестетіңіз досыңызды. Біраздан кейін
басқа бір сол адам туралы сізбен сөйлесе бастайды, немесе ол сообщение жазады сізге, немесе қоңырау шалуы мүмкін. Ал егер кейбіреулеріңіз, ой жоқ, мен осындаймын, қайдан, бітті, өзгере алмаймын, бақытсызбын, денсаулығым да жоқ десеңіз, бұл тек сіздің бұрынғы ойларыңыздың, бұрынғы установкаларыңыздың және бұрынғы әрекеттеріңіздің нәтижесі. Егер сіз өзгеруді қазір қаламасаңыз, онда болашағыңызды болжамай-ақ қойыңыз. Тура қазір қандайсыз? Сондай болу ықтималдығы жоғары. Бұл сізге керек пе? Жоқ, әрине. Сондықтан өзгерісті дәл қазір бастаңыз. Және ең абзалы өзгерісті ризашылықтан бастау. Яғни шүкіршіліктен, благодарностьтан. Қазір не нәрсеге шүкір етесіз? Соның барлығын жазып шығыңыз. Мүмкін осы видеоны естіп жатқан құлақтарыңызға, немесе көріп отырған көздеріңізге, интернеттің бар болғаныңа, бейбітшілік мемлекетте өмір сүріп жатқанымызға, баспанаңыз бар болғаныңызға, не нәрсеге шүкір етесіз? Барлығын тізіп жазып шығыңыз. Сол кезде денеңіздегі энергияның қалай жоғарылағанын сезесіз. Сіздің ойыңыз бен фокусыңыз өзгереді, эмоцияларыңыз өзгереді. Біз риза болған сайын, риза болатын сезім одан ары көбейе береді. Өзіңізді бақытты сезінесіз. Сондықтан таңертең ояна салып, миыңызды шүкіршілікке тәрбиелеңіз. Не нәрсеге ризасыз? Хотя бы 3 сағат немесе 3 адам. Соны ойлай бастаңыз. Мысалы, таңертең оянғанда тірі болғаныңыз үшін, жаңа күнді кездестіргеніңіз үшін, далада емес, өз төсегіңізде ұйықтап шыққаныңыз үшін шүкіршілік айтыңыз. Шүкіршілік бұл жоғарғы вибрациядағы энергия, соны ұмытпаңыз. Тісіңізді жуып жатқан кезде әрбір тістеріңізді сезініп, сол тістердің бар болғанына шүкір айтыңыз. Және тағы да құпияның, яғни тартылыс заңының жұмысын сіз ойлағандай қолданғыңыз келсе, визуализация жасаңыз. Және визуализация жасағанда, яғни көзіңізге болашағыңызды елестеткенде, құр жай ғана картинка ретінде елестетпей, бар денеңізбен сезіне біліңіз. Және арман немесе мақсат қойған кезде қаламайтын сөздерді қолданбаңыз. Мысалы, менің мақсатым қарыздан құтылу деген емес, бұл дұрыс емес. Оның орнына, мысалы, көбірек ақша табу деп мақсат қойыңыз. Немесе осындай нақты сумманы қалай табамын деп ойлаңыз. Сіз қаламайтын немесе құтылғыңыз келетін нәрсені, ситуацияны көп ойлап, соны өзгелерге айтып, жаловаться етіп, оны талқылап жатқан кезде сіз сол нәрсеге энергияңызды бересіз. Және сол ситуация тартылыс заңы бойынша көбейе береді. Себебі біз не нәрсеге мән береміз, сол ұлғая береді, есімізден шығармайық. Және біреуді кінәлау, жамандау, өсек дегенді тыю керек, қою керек, мүлдем ұмытыңыз. Біз не нәрсеге назарымыз аударып, эмоциямызды береміз, сол нәрсе ұлғая береді. Бұл заңдылықты тіпті мать Тереза, яғни Тереза анамыз да білген. Ол әрдайым айтатын: соғысқа қарсы митингілерге қатыспаймын, шақырмаңыздар. Ал бейбітшілік пен махаббат митингілері болса, онда мені шақырыңыздар деген. Яғни ол тартылыс заңның қалай жұмыс істейтінін білген. Негативті, отрицательный эмоцияларымыз, яғни недовольство, кінәлау, жамандау, немесе
осындай проблемаға қарсы, ауруға қарсы, соғысқа қарсы, бір нәрсеге қарсы деген әңгімелерге, жаңалықтарға араласпаңыз. Сіз жүрегіңізбен жақсылықтың болғанын қаласаңыз, жақсылыққа, бейбітшілікке, денсаулыққа, білімге, прогресске, дамуға көңіліңізді бөліңіз. Егер сіз көбінесе негативке толы жаңалықтарды көріп жүрсеңіз, онда көрмеңіз. Не нәрсеге энергияңызды беріп жүргеніңізге мән беріңіз. Яғни, біздің энергиямыз, ойымыз нені ұшықтырып жатыр, нені ұлғайтып жатыр, соған мән берейік, саналы болайық. Мысалы, бай адамдарға қызығып, оларды жамандағанша, немесе қымбатшылық болып жатыр деп паниковать етсеңіз, қандай сезім сезінесіз? Өзіңізді бақылап көріңізші. Бүкіл денеңіз тырысып, энергияңыз ауырланады. Және есіңізден шығармаңыз. Сіз нені ойлайсыз, нені сезінесіз? Сол нәрсе өміріңізге тартыла бастайды. Оның орнына жаловаться дегенді қойып, фокусымызды, вниманиямызды қалай көбірек ақша таба аламыз, соған жұмсайық. Және де әлемдегі сұлулық пен байлықты байқай бастайық. Табиғатқа қараңыз. Табиғат өте бай. Неше түрлі өсімдіктер, жануарлар бар. Таулар, көлдер, мұхиттар. Табиғат кедей ме? Жоқ. Біздің ғалам өте бай. Онда неге сіз өзіңізді бай адам ретінде сезінбейсіз? Бай адамдар мен кедей адамдардың айырмашылығы бұл олардың ойларында, мышлениясында. Сіз өзіңізге ұнайтын керемет машинаны көшеде көрсеңіз, немесе ұнайтын үйді көрсеңіз, сол көрген кезде қандай сезімде боласыз? Бақылап көріңізші. Қызғанасыз ба? Или вау, мына адамда бар болса, менде де бола алады. Как круто деп ойлайсыз ба? Қандай сезімде боласыз? Жоғары вибрацияда боласыз ба? Әлде төменгі вибрацияда боласыз ба? Егер жоғарғы вибрацияда болсаңыз, тартылыс заңы бойынша сол жоғарғы вибрациядағы оқиғаларды, ситуацияларды өзіңізге тарта бастайсыз. Егер сіз мысалы екінші жарыңызбен қарым-қатынасыңызды жақсартқыңыз келсе, ең бірінші әуелі өзіңізді танып алыңыз. Қарым-қатынасқа байланысты да бұл фильмде айтылған, соны қысқаша айта кетсем, өзіңізді тани бастаңыз, өзіңізді сүйе бастаңыз. Егер сіз өзіңізге өзіңіз қызықты болмасаңыз, өзгелерге қалай қызықты боласыз? Сіз өзіңізді құрметтемесеңіз, өзгелер қалай сізді құрметтейді? Осы сәттен бастап сізге берілген келбет пен денеңізді бағалаңыз, қабылдаңыз, жақсы көре бастаңыз. Өзіңізге күтім жасай бастаңыз. Сіздің әрбір клеткаңыз это произведение искусства. Сіз адам ретінде жаралғандықтан уже сұлусыз, уже әдемісіз, келбеттісіз. Сондықтан проблемаларымыздың шешімін өз ішімізде, соны таба білейік. Сырттағы адамдарды кінәлап, мені сүйіңдер, жақсы көріңдер деп требовать ету дұрыс емес. Біз өзімізді жақсы көруді үйренуіміз керек. Сіз өзіңіз махаббатқа толы болған кезде, ол махаббатпен оңай өзгелермен бөлісе аласыз. Және
сізді де жақсы көретін адамдар кездеседі, көбейе береді. Тартылыс заңы бойынша ұмытпаңыздар, иә. Өзгелердің жақсы жерлерін байқай бастаңыз өзіңіз. Өзіңіздің жақсы жерлеріңізді байқай бастаңыз. Өз жарыңыздың жақсы жерлерін байқай бастаңыз. Күніне бір рет, бір ай бойы өзіңіздің жарыңыздың қай жері сізге ұнайды, соны жазып жүріңіз. Егер қазір қарым-қатынасыңыз онша болмаса, жағымды жерлерін көре бастаңыз. Өз жарыңызды не үшін жақсы көргеніңізді есіңізге түсіріңіз. Бірақ есіңізде болсын, өзіңіздің қуанышыңыз бен бақытыңызға тек өзіңіз жауаптысыз. Тіпті ең жақын адамдарыңыз сізді бақытты қыла алмайды, егер сіз өзіңіз бақытты болмасаңыз. Біздің задачамыз қасымыздағы адамдарды немесе әлемді өзгерту емес, өзгерісті өзімізден бастау. Және де фильмде денсаулық туралы да өте жақсы айтылған. Мен қысқаша айта кетейін. Біздің денеміз, әрбір мүшеміз, әрбір клеткамыз бұл жаратушының бізге берген керемет нығметті механизм. Және бұл фильмде қалай адамдар рактан жазылғандарын, қатты авариядан қалай өз аяқтарына тұрғандары туралы айтылған. Сондықтан фильмді міндетті түрде көріп шығыңыз. Саналы түрде өмір сүре бастаңыз. Және өміріңізде ненің көбірек болғанын қалайсыз? Соған көбірек мән беріңіз. Сеніңіз. Қаламайтын жағдайларды мүлдем ойламаңыз. Ешкімді, ештеңені өсектемеңіз. Сізді бақытқа жетелемейтін әрекеттерге, ойларға, сөздерге уақытыңыз бен энергияңызды бермеңіз. Біздің айналамыздың барлығы бұл энергия. Әрбір адам, әрбір өсімдік, әрбір зат барлығы энергия. Және ғалымдардың зерттелуі бойынша біздің жасушамыз, яғни клеткамыз көбінесе энергиядан тұрады екен. Квантовая физика бұны дәлелдеп қойған. Сондықтан өміріңізге анализ жасап көріңіз. Тартылыс заңы бойынша нені өміріңізге тартып жатырсыз? Нені қалайсыз? Сондықтан бұл құпия заңды, яғни жоқ құпия емес, ыңғайлы қылып қолданыңыз. Дұрыс ойлануды үйреніңіз. Бақытты болуға тырысыңыз. Барлығымыз бақытты, денсаулығымыз мықты болғанға тырысайық. Сонда тартылыс заңы бойынша айналамызда бақытты бола бастайды. Бұйырса. Осымен Секрет тайна фильмінің қазақша қысқаша мазмұны аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Комментарийлер деген жерде бұл фильмнің орысша толық нұсқасын тіркеп қойдым. Міндетті түрде көріп алыңыздар. Өзіңізге керекті жерлерін алыңыздар. Және де өз өмірлеріңізді жақсы жаққа бүгіннен бастап өзгерте бастаңыз. Өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Сіздерге сәттілік, махаббат, бақыт, байлық, денсаулық. Сау болыңыздар.